Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Алдыңғы видеомызда біз жоғары мектеп педагогикасының әдіснамасын қарастырған болатынбыз. Бүгінгі дәрісімізде жоғары мектеп педагогикасы оқу пәні және педагогикалық ғылым саласы ретінде дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі жоспар бойынша біз кәсіби педагогикалық қызмет ұғымы және кәсіби педагогикалық қызметтің негізгі категорияларын қарастырамыз. Кәсіби педагогикалық қызмет дегеніміз не? Кәсіби педагогикалық қызмет бұл қоғамның әлеуметтік тапсырысына сәйкес білім алушыларды оқыту мен тәрбиелеуге бағытталған мақсатты, жүйелі және шығармашылық іс-әрекет. Яғни, бұл оқытушының кәсіби міндеттерін атқару барысында білім беру, дамыту және тәрбиелеу қызметін жүзеге асыруы. Ол тек білім берумен шектелмейді. Сонымен бірге, студенттің тұлғалық қалыптасуына, құндылықтық бағдарлары мен өмірлік ұстанымдарының дамуына әсер етеді. Кәсіби педагогикалық қызметтің негізгі ерекшелігі оның гуманистік сипаты мен әлеуметтік жауапкершілігі. Оқытушы өз қызметі арқылы қоғамның мәдени және рухани әлеуетін арттырады. Келешек ұрпақты өмірге бейімдейді. Кәсіби педагогикалық қызметтің негізгі категориялары. Педагогикалық үдеріс. Жеке тұлғаны білім беру және дамыту мақсатында педагогтар мен тәрбиеленушілер арасындағы арнайы ұйымдастырылған өзара әрекеттестік. Педагогикалық жүйе. Педагогикалық үдеріс қатысушыларының бір-бірімен және қоршаған ортамен, оның рухани және материалдық құндылықтарымен өзара әрекеттесуіне негізделген. Тұлғаны қалыптастыруға және дамытуға бағытталған әлеуметтік шартталған тұтастық. Педагогикалық қызмет. Адамзатты алдыңғы ұрпақ жинақтаған тәжірибемен қамтамасыз етуге бағытталған ерекше кәсіби іс-әрекет саласы. Ол тәрбиеленушінің әрекетін және онымен өзара әрекеттесу үдерісін басқаруды, жеке тұлғаны тәрбиелеу, оқыту және дамыту мақсаттарын қамтиды. Педагогика категорияларын анықтау. Олардың мәнін түсінудің тек бір бөлігі. Категориялық ұғымдық аппарат құрамындағы барлық ұғымдар өзара байланыс отырып, тұтас жүйені құрайды. Бұл жай ғана жинақ емес, нақты аппарат. Категориялар арасындағы байланыс сипаты да әртүрлі болуы мүмкін. Кез келген категориялар арасындағы байланыстарды қарастыру арқылы педагогиканың категориялық ұғымдық аппараты бұл жай ғана ұғымдар жиынтығы емес, өзара әрекеттесетін компоненттердің тұтас бірлігі екеніне көз жеткізуге болады. Кәсіби педагогикалық қызметтің негізгі категориялары. Педагогика категориялары педагогикалық ғылым зерттейтін негізгі құбылыстар мен үдерістерді анықтайтын ұғымдар. Жоғары мектеп педагогикасының негізгі ұғымдарына білім беру, тәрбие, оқыту жатады. Тәрбие қоғамның тұлғаға әсер етуі, тарихи және мәдени тәжірибені ұрпақтан ұрпаққа беру жөніндегі әлеуметтік үдеріс. Қоғам талаптарын бейнелейтін тәрбиелік мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыру барысында педагог пен тәрбиеленушілер арасындағы арнайы ұйымдастырылған өзара әрекеттестік үдерісі. Білім беру әлеуметтік құбылыс ретінде бакалавриат және магистратура студенттерін жүйелі оқыту мен тәрбиелеуге бағытталған кәсіби және жалпы мәдени құзыреттерді, идеялық адамгершілік құндылықтарды, мінез-құлық нормаларын меңгертуге арналған жүйе. Оның мазмұны қоғамның әлеуметтік, экономикалық, саяси және материалдық техникалық дамуына тәуелді.
Білім беру педагогикалық үдеріс ретінде оқытудың мазмұнына сүйене отырып, педагог пен бакалавриат және магистратура студенттерінің арнайы ұйымдастырылған өзара әрекеттестігі. Білім беру құралдарын пайдалану арқылы қоғам мен тұлғаның дамуы мен өзін-өзі дамыту қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған жоғары білім беру міндеттерін шешу. Оқыту, оқытушы мен студенттердің мақсатты өзара әрекеттесу нәтижесінде кәсіби және жалпы мәдени құзыреттерді қалыптастыру үдерісі. Даму, жоғары оқу орындарында оқытылатын тұлғаның организмдегі және психикасындағы сандық және сапалық өзгерістердің үдерістері мен нәтижесі. Педагогикалық мәселелерді қарастыру барысында байланыстар екіге бөлінеді: тік, иерархиялық және де көлденең. Тік, мысалы, бір категория жалпы, ал екіншісі соның жеке көрінісі болуы мүмкін. Ал көлденең категориялардың маңыздық деңгейі бірдей болған жағдайда көрінеді. Жоғары оқу орындарындағы педагогикалық үдерістің компоненттері бұл жоғары оқу орнында оқыту мен тәрбиелеудің өзара байланысқан негізгі элементтері. Олар білім беру үдерісінің мазмұнын, ұйымдастырылуын және нәтижесін анықтайды. Кәсіби педагогикалық қызмет құрылымына әдетте келесі компоненттер кіреді. Олар мақсаты, мазмұны, формалары, әдістері, оқыту мен тәрбиелеу құралдары. Мақсаты оқу тәрбие үдерісінің бағыт-бағдарын белгілейді. Мазмұны студенттерге берілетін ғылыми білімдер, кәсіби дағдылар мен құндылықтардың жүйесі. Формалары педагогикалық үдерістің ұйымдастырылу тәсілдері. Әдістері оқыту мен тәрбиелеу барысында қолданылатын тәсілдер. Оқыту мен тәрбиелеу құралдары педагогикалық мақсатқа жетуді қамтамасыз ететін материалдық және ақпараттық ресурстар. Педагогика ғылымында кең тараған және дәлелденген пікір бар. Білім беру үдерісі тұлғаны қалыптастыруға қызмет етеді. Сондықтан тұлға қалыптастыру анағұрлым кең ұғым, ал білім беру, оқыту және тәрбие оның жеке элементтері, яғни тұлғаны қалыптастырудың тәсілдері. Келтірілген мысалдар категориялық ұғымдық аппарат құрылымын айқындайтын байланыстардың тек бір бөлігі ғана. Кез келген категориялар арасындағы байланыстарды қарастыру арқылы педагогиканың категориялық ұғымдық аппараты бұл жай ғана ұғымдар жиынтығы емес, өзара әрекеттесетін компоненттердің тұтас бірлігі екеніне көз жеткізуге болады. Дәрісіміздің жалғасын келесі видеодан көре аласыздар.